Қаламыздағы көп пәтерлі үйлерді алдағы жылыту маусымына дайындау бүгінде қарқынды жүруде. Надежда 23 пәтер иелері кооперативі де өз кестелеріне сай қарамағындағы үйлердің жылу жүйесін қысымен сынау жұмыстарын жүргізуде. Қазіргі уақытта 14 үйдің 10-ында бұл жұмыстар аяқталған. Есть замечания? Ескертпелер бар. Энергетиктер көшесі 46-шы үйде бір жылу торабы сынақтан өте алмады. Оған біз судан қатты қалдықтарды бөлуге арналған құралды элеватор сатып алдық. Қазір қысыммен сынау жұмыстарын кесте бойынша аяқтаймыз. Сосын аяқталған ақаулардың көзін жоямыз. Елена Ивановның айтуынша, биылғы дайындық жұмыстарын қабылдау қатаң жүруде. Өткен жылыту маусымында судан қатты қалдықтарды бөлуге арналған құралдардың біразы істен шықты. Енді соларды ауыстыруымыз керек. Сонымен бірге элеваторлар тек зауыттық болуы тиіс. Көптеген үйлерде қолдан жасалынған элеваторлар тұр. Бірақ олар осы үйлер қолданысқа берілгенде қойылған элеваторлар. Енді оларды зауытта жасалынғандарға ауыстыруымыз керек. Бұдан басқа жылу жеткізетін құбырларда ғана оқшаулаудың болғаны талап етілетін. Енді шығатын құбырда оқшаулануы тиіс. Талаптар күшейді, ол болса қосымша қаржыны қажет етеді. Сондықтан халықтан мақсатты қаржы жинауға тура келеді. Айта кетуіміз керек, көп пәтерлі үйлерді жылыту маусымының дайындық жұмыстарына құбырларды жуып шаю, ішкі жылу жүйесі және жылу торабын қысымен сынақтан өткізу қарастырылған. Бұл шаралардың бәрі екібастұз жылу желілерінің мамандарының қатысуымен өтеді. По графику Кесте бойынша маусымның 15-не дейін үлгереміз деп ойлаймын. Бірақ дайындық актілерін аламыз деп айта алмаймын. Өйткені пластикалық тік құбырлар туралы, оқшаулау туралы ескертпелер бар. Бұл жұмыстарды атқаруға біздің жағдайымыз жоқ. Өйткені биыл талап күшейтіліп, түсетін жүктеме үлкен. Сондықтан барлық ескертпенің көзін жоя алмаймыз. Дегенмен гидравликалық сынақтардан, жуып шаюдан біз 100% дайын боламыз.